Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бір жасағаннан шығатын өте дәмді әрі тез дайын болатын жаңғақты печенье дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге осылай жаңғақты жақсылап жуып тазалап табамызға салып алу қажет. Одан кейін осы жуып тазаланған жаңғақтың үстінен суымызды құямыз. Судың ыстық немесе салқын болуы міндетті емес, қалауыңызша бірден қайнап тұрған су құя берсеңіздер де болады. Мен салқын су құйдым. Енді газ отымыздың астын қатты отқа қойып, осылай жаңғақтарымыздың суы қайнап шыққанша күтеміз. Қайнаған суымыз жаңғақтарға бір келкі болып тию үшін арасында осылай қозғап тұрамыз. 5 минут осылай қайнаған суда қайнатып аламыз. 5 минут қайнатып алғаннан кейін астын өшіріп, бірден суымызды төгіп аламыз. Осымен біздің жаңғақтарымыз дайын. Енді жаңғақтарымызды ыдысымызға саламыз. Осы дайын жаңғақтарды ашуға өте ыңғайлы болады. Енді осы жаңғақтарымызды барлығын тез жылы күйінде аршып алатын боламыз. Осылай дәл осы әдіспен жасайтын болсаңыз, жаңғақтарыңызды шағып және де арасында қалып кетеді деп уайымдамай, бірден осылай қолмен ашып шаға берсеңіздер болады. Бұл бізде жаңғақты аршудың ең оңай жеңіл әдістерінің бірі. Осылай бөлген кезде қабықтарыңыз тіпті осылай ашылып тұрады. Енді барлық жаңғақтарымызды осылай ашып аламыз. Барлығын осылай ашып дайындап қоямыз. Енді қамырын дайындап аламыз. Ең алдымен електен өткізілген 230 грамм ұнымыздың үстіне шекерімізді салып, үстінен жарты шай қасық тұзымызды және 1 шай қасық қопсытқышымызды қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Осылай жақсылап араластырып алғаннан кейін 120 грамм сары майымызды саламыз. Жақсылап қолдың көмегімен осылай үгіте отырып, бір келкі құм сияқты қамыр жасап аламыз. Яғни үгітілмелі қамыр сияқты песочный тесто жасап аламыз. Осылай етіп, қолдың көмегімен бір келкі етіп үгітіп аламыз. Одан кейін 2 жұмыртқаның сары уызын салып, үстінен 3-4 ас қасық суымызды құйып, барлығын жақсылап араластыра отырып, жұмсақ қамыр илеп аламыз. Дайын болған қамырымызды жарты сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Енді начинкасын дайындаймыз. Алдын ала ашып дайындап қойған жаңғағымызды мен шамалы ғана қуырып алдым. Қалауыңызша духовкаға 5 минуттай немесе сковородкаға 5 минуттай қуырып алсаңыз болады. Мен табада 5 минуттай қуырып алдым. Енді осы қуырып алған жаңғақтарымызды блендерға салып, майдай крошка болғанша езіп алатын боламыз. Блендер болмаса, пышақтың көмегімен майда етіп турап алсаңыздар болады. Енді дайын болған жаңғақтарымызды ыдысымызға саламыз. Одан кейін үстінен шекерімізді салып, шамалы араластырып аламыз. Содан соң біздің жұмыртқамыздың қалған 2 ақ уызын салатын боламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Енді тоңазытқыштан дайын болған қамырымызды шығарамыз. 2-ге бөліп аламыз. Біріншісін осылай жайып, шамалы ұн сеуіп алып жайсаңыздар болады. Егер осылай жабыса беретін болса, шамалы ұн сеуіп жіберіңіздер. Жұқалау етіп жайып алып, шет-шетін 4 бұрышты етіп формаға келтіріп кесіп аламыз. Ортасына начинкасын салып, 2 жағынан бүктеп, шамамен видеодағыдай етіп кесіп алып, пергамент қағаз төселінген противньге саламыз. Барлығын осылай дайындап аламыз. «180 градус қызып тұрған пешке салып, 20-25 минут шамасында пісіріп аламыз. Осымен біздің печеньеларымыз дайын. Печеньені шығара салысымен бірден ыстық күйінде үстінен сахарный пудрамызды сеуіп аламыз. Осымен біздің печеньеларымыз дайын. Печеньелар өте дәмді, өте керемет болып шықты. Үйдегілердің барлығына ұнады, сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Сіздер де жақындарыңызға жасап беріп қуантыңыздар. Және де балдар ішінде жаңғақ болғандықтан өте жақсы сүйсініп жейтін болады. Жаңғақ бізде өздеріңіз білетіндей өте пайдалы. Міндетті түрде балдарыңызға осындай печеньелерді жасап қуантыңыздар.
Сіздерге видео рецепт ұнады деген ойдамын. Алдағы уақытта шығатын жаңа әрі қызықты рецепттерді жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Және де лайк басып, қандай да бір комментарий немесе смайл қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздерге жеңіл, мен үшін өте маңызды. Видеоның соңынан көргендеріңіз үшін рахмет. Сіздермен болған арайлым.